Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Мен өте көп нәрсені жасай бастадым. Өзімнің арманыма қарай, өзімнің болашағыма жету үшін. Бірақ бір моментте қандай да бір ой келіп, мені мазалап, ол ой маған тыныштық бермеуде. Бұл негативті ой. Бұл негативті ой маған мүлде тыныштық бермеуде, және де одан қалай арылуға болады. Бұның кесірінен мен ештеңе жасағым келмейді. Жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Әдеттегідей жақсы сұрақтар. Достар, бұл болашақ мұғалімнің арнасы, және де бүгін біз дәл осы сұраққа жауап беретін боламыз. ендеше кеттік достар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарийға дәл осы сұрақтың жауабын өздеріңіздің ойларыңыз арқылы жеткізіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, стрессте жүрген достарыңызға таратыңыздар, негативта жүрген достарыңызға таратыңыздар. ендеше кеттік, бастаймыз. Негатив ол өте жаман нәрсе негізінде бар ғой. Адамның ойына шынымен де тыныштық бермейді. Бірақ одан негативті басқаратын және позитивті алып келетін де позитивті басқаратын ол бір нәрсе. Ол тек қана бірақ қана нәрсе. Осыны түсінсең және де осыны басқарудың жолын анықтап біліп, осыны ең соңында басқара алсаң, сен оны басқара алмайсың, сен бірақ оны бір түзу жолға сала алатындай әрекет жасасаң, онда сен жақсы боласың. Сенің болашағың да жақсы болады. Бұл ойлар. Сенің жаман ойлар создать ететін де, позитивті де, негативті жасайтын дәл осы ойлар. Егер сен ойларды максимально тұрғыда басқара алсаң, яғни ойларды басқару негізінде мүмкін емес сияқты менің ойымша. Былай жасау керек. Саған ойың қандай нәрсе айтады, сен керісінше нәрсе жасау керексің. Яғни, мысалға, таңғы сағат 5-те тұрған кезде сен будильник қойдың, окей, оны алдындағы күнде заряжен болып тұрдың, бірақ бүгін что-то не то, оянған кезде саған ойың айтады, ұйықтайдар, барлығы нормально. Сен ойыңды тыңдамау керексің, сен керісінше тұрып әрекет жасауың керексің. Яғни тыңдамайын ешкімді. Тұрасың, душқа түсесің, тренировка жасайсың, жаттығуыңды жасайсың, тамағыңды ішесің, жұмысыңды жасайсың. Бұл сен өз ойыңды жеңесің. Тура сол сияқты. Келесі бір моментте, мысалы, саған телефон саған ойын айтады. Давай ойын ойнайтырайық, шешінбейді, барлығы нормально, кішкене стрессті басамыз. Давай. Бірақ сен ойынды жеңесің. Жоқ, мен жасамаймын. Осылайша сен ойынды жеңесің. Саған ойынды басқару мүмкін емес, бірақ сен ойынды жеңесің. Сен ойынды ішіндегі эгоны, дофаминді жеңесің. Солай сен позитивқа қарай көшесің. Яғни сен уже анықтай бастайсың. Бұл негативті ой, бұл позитивті ой. Демек позитивті ойға бару керек, негативті ойда жауап тастап бұған бармау керек. Осылайша сен ақырындап әрекет арқылы істесең, онда сен негативті ойлардың арыласың. Сондықтан да саған айтарым, ойлама, бұл негативті ойлар саған әсер етпесін, бұл керісінше саған мотивация берсін, негативті ойларын жеңіп. Басқа біреуді жеңген, ең алдымен басқа біреуді емес, ең алдымен өз-өзіңді жең. Ендеше кеттік достар, міндетті түрде негативті ойларын арылайық, міндетті түрде Synergy Club менің авторлық курсыма жазылайық. Бұл жерде біз 3 блоктан тұратынымыз болады. Бірінші блокта біз өзіміздің өмірімізді хаосына системаға айналдырамыз, мынандай негативті ойларымызды системаға айналдырамыз. Екінші аптада біз өзіміздің өмірімізде миссиямызды танымаймыз, арманымызды жазамыз, болашағымызды өз қолымызбен жазамыз. Үшінші блокта біз қаржылай сауатты боламыз және де ақша туралы біраз нәрсе білеміз. Бұл жасөспірімдердің өмірін трансформация жасайды. Ендеше кеттік достар, келесі видеода кездескенше айкаф.